Осы сіздің бауырыңызды әбден тазалап қана қоймай емдеп шығарады. Өз басым бауырым қатысып кеткен кезде дәрі көп ішем деп. Осы ғана мен жазған. Басқа қандай нәрселер пайдалансам да көмектеспеген. Бұлай тазалап алып, сосын жақсылап жуады. 2 литр су қайнап жатыр. Осыған осы бір чашке, үлкенірек чашке, мынау 150 грамм болу керек где-то. Вот осында саласыз да 15-20 минут. 20 минут пусть қайнасын. Болды, жетеді. Ал енді өшіріп қояйық. Блендерден өткіземіз. Блендерден өткеннен кейін осылай құйып сүзіп аламыз. Осындай золотое молоко деген сүт шығады. Осы сұлының сүті. Керемет, сіздің бауырыңызды от едой емдеп шығарады, Алла қаласа, өз басынан өткен. Бауыр емделгеннен кейін өт жолы айбатталып жақсы жұмыс істейтін болады. Өт қатпайтын, қойыланбайтын болады. Өт жақсы жұмыс істегеннен кейін сіздің ішіңіз қатпайтын болады. Іш қату болмағаннан кейін геморройда болмайтын болады. Оның үстіне бұл деген көк бауырды панкреатит дейміз ғой, ұйқы безін, соны өте керемет емдейді. Цирроз печени, гепатиттердің неше бір түрлерінен сіз аулақ боласыз, Алла қаласа. Оның үстіне почкаға да керемет пайдасы өте зор.